курс барысында не болады? Ең бірінші мақсат қоямыз. 2 айда неге жетеміз деген. Одан кейін өнімді, жақсы өнім, сапалы өнім шығару керек. Өйткені мен оқыған курстың барлығында проблема мынандай болды. Оқып алады, рекламаны үйреніп алады, сөйтеді да, кішкене ақша табады да, осы сала болмадым, ана салаға секіріп кете береді. Кішкене ақша болмаймын, ана салаға секіріп кете береді. Өте жаман әдет сол. Қазірден бастап үйрендір. Кез келген салада сапалы өнім өндіреміз. Сапалы өнім өндіріп, даже тіпті болмағанның өзінде сендерде уже іштер иммунитет қалыптасады. Сапалы өнім істеу керек деген. Сапалы өнім болған кезде ғана сол саланың компанияның болашағы бар. Сапасыз өнім ешқашан ұзаққа да бармайды. Осы уақытқа дейін жеткен менің нем соған келді. Одан кейінгі сабақ. Сапалы өнім, жаңа өнімді бәрін дұрыстап аламыз, оны рәсімдейміз. Сайт ашамыз, ВК-да группа ашамыз әлеуметтік желілер бойынша, тегін жарнамалар береміз, чтобы сіздің жаңа таңдаған салаңызды упаковать етеміз, әдемілеп. Басқаларға, клиенттерге қызық болатындай. Рәсімдеу дейді, упаковка соны айтады. Одан кейін үшіншісі, клиентті жаңа упаковать еткен дайын болған уже сайт барлығына клиенттер жібереміз. Көп клиент жіберуді үйренеміз. Одан кейін сату жүйесін қалыптастырамыз. Сату жүйесі деген, сіз жаңа клиенттер жіберіңіз, клиенттер қайдан келіп жатыр? Қай жақтан келіп жатыр? Негізгі ақшаны қай жаққа салу керек, соны үйренеміз. Себебі деген барлық рекламалық каналға сала беру тиімсіз сізге. Энергияңыз кетеді, ақшаңыз кетеді. Ал егер біз қай жақтан клиент келіп жатқан болса, негізгі 4-5 каналды аламыз да, негізгі ақшаны бәрін соға саламыз. Бізге клиент алып келіп жатқан каналдарға. Одан кейін келіссөздерді жүргізуді үйренеміз. Келіссөз дегенде телефон арқылы. Біз сіздерге телефон интернет арқылы жаңа контекст, таргет барлығын үйретеміз. Звонок келеді, ары қарай дұрыс телефон арқылы сата білу, ол екінші рөл. Өйткені көбісі телефон арқылы сата білмейді. Телефонды алмайды. Телефонды аса да, Б, мысалы да, дұрыстап сөйлесе алмайды, ананы көндіре алмайды адамды деген. Өз қызметін дұрыстап сата алмайды. Келіссөздер деген сол. Одан кейін адамдармен барады да, кездесуге барған кезде қалай сату керек? Ана жолы бір бала сайт жасап берейінші, кеп сайт жасаймыз, айналысамыз, барып сізге көрсетейінші, бола ма дейді. Жарайды, кел. Келсем джинсыда, футболкада кел. Мен ғой. Не болды? Сол біз мынандай сайт жасаймыз, тұрда маған бүйтіп. Қайда брошюраң қара? Қолында қайда? Маркетинг дейді қайда? Қайда рекламаң қайда? Қайда визиттің қайда? Қайда планшетің? Қандай сайттар бар? Көрсетпейсің ба? Менде ғой айфонда деп. Мен қарасаңшы дейді. Онда адамды ешкім алғысы келмейді. Адаммен кездесу керім ба? Сақадай сай болу керек. Сай болу керексің. Онсыз ол сіздің клиентті сыйламады деген сөзіңіз. Мен солай түсінем. Мен сыйламай келді, значит, ол. Мен одан алғым да келмейді. Бірш, деу мүмкін, рахмет саған. Көргім де келмейді, не істеймін де келмейді. Сондықтан оған дайын болу керек. Оның да өзі бір түсініктеме беріп дайындалатын нәрсе. Одан кейін команда жинау. Команда жинау, адамдар жалпы команда жинау деген бұл жерде наставник, қандай наставник керек болады, жұмысшылар қалай алу керек болады, өзіңіздің ортаңызды қалай қалыптастыру керек болады, өзіңіздің серіктесіңізді қалай таңдау керек, осының барлығы болады. Одан кейін бір сабақты қайталауға арнаймыз. Араларында қайталау сабақтар болып тұрады. Өйткені бір кездер үлгермей жатасыздар сіздер. Көбісі, мысалы, ең көбісі мына құлайтындарыңыз контекст жарымен таргет келген кезде құлайсыздар көбінесе. Уже міне болды, ақша табу керек, ақша салыңдар рекламаға. Кеттік баста деген кезде, соға дейін бәрі келеді, әдемі келеді, әлеуметтік желіні ашады, сайтты ашады, барлығын келеді да, сол жерге келген кезінде тоқтап қалады барлығы. Ақша салудан қорқады біздікілер. Жарнаманы әнеугі мастер-класс айтқандағыдай шығын ретінде қарайды бізде. Как будто жарнамаға салады да, ақша болды, аумен жоқ сияқты. Ал біздің жұмысымыз үйрену керек, чтобы сол салған ақшамыз инвестиция ол өзімізге қайтып келетіндей. 3-4 есе бұл. 30 000 теңге салдық па, 150 000 теңге қайтып келетіндей. Сондай жасауымыз керек. Ол өздеріңізге байланысты. Өйткені рекламщиктер қорқпайды ақша салудан. Өйткені ол білет, 30 000 салса қазір, ол міндетті түрде айланып келетін өзіне. Сондықтан бізде сондай сенімділік пайда болу керек. Ол үшін жарнаманы жақсы меңгеру керек. Интернет болсын, офлайн болсын. Жарнама деген ол инвестиция, жарнамалық ақша салу. Қазірден бастап соны ойласып қойыңыздар. Одан кейін бизнес жүйені қалыптастыру. Жалпы бизнес жүйе қандай болады? Рет-ретмен кімнен кейін қайсы тұру керек. Ең соңғы сабақ масштабирование, бизнес қалай ұлғайту керек. Егер осы бизнес ұлғайтуды уже мына сабақтарда 2 бизнес ашып шықсаңыздар, қатты риза боламын сіздерге. Әр жексенбі сайын сағат 9-да бастаймыз сабақты. Апта ортасында мамамен кездесу болады. Әр сәрсенбі сайын желательно келіңіздер мастер-класстарға. Мини-топтарға бөлінесіңдер. Мини-топтар ол жетекшілерің болады. Әр қайсыларыңыз уже бүгін кешке шейін ба или ертең ба жазып жібереміз кімнің тобында екенін. Жарайды ма? Сол жетекшілеріңіз жазылады, жетекшілеріңіз туралы ақпарат болады.
аты жөні кім, қалай хабарласуға болады, барлығы жазылады топтар бойынша. Сол жетекші сіздерді осы 2 ай бойы алдарыңыз апта сайын сол жерге жиналасыздар, мозговой штурм болады. Әркім өз саласы бойынша есеп беріп отырасыздар, сұрақтарыңыз болса жетекшілер қоясыздар. Жетекшілер уже бұның бәрін өткен, қай жерде қалай істеу керек барлығын біледі. Сіздерді еще аптаның ортасына теуіп отырады. Өйткені мен бір апта жексенбі сайын сіздерге айтам, қазір сіздер мотивационный шығасыздар, сіздер 2-3 күннен кейін сіздер көшеді қазір. Өйткені қолдарыңыздан бірдеңе келмей қалады, не болып қалады, қиын жағдай болады. Сол уақытта сіздерді ары қарай тебетін мастер-класс, екінші жетекшілер. Сіздерде 3 тебетін нәрсе бар. Барлық үй жұмыстар аптаның жұмасына кешкі сағат 8:00-ге шейін келу керек. Кешікті ма? Группадан шығарылады. Толық болу керек. Тапсырмалар деген. Жартылай орындалған тапсырмалар қабылданбайды. Толық орындалмады ма? Ренжімеңіздер. Одан кейінгісі ең басты тәртіп, достар. Дисциплина болу керек. Тәртіп, қазір өйткені біз 2 айды армия сияқты қарастырыңыздар. 2 ай қиналам, үйренем, мүмкіндігінше берілем, ары қарай өздеріңіз білесіздер. Істейсіздер ме, одан кейін істемейсіздер ме? Менен сіздерден маған керегі тәртіп болып тұрып, 2 ай бойы айтқанды істеу керек. Өйткені қазір бастарыңызда тапсырмалар мынандай болуы мүмкін. Ой, басқаша істей салайыншы. Мынандай жолмен істеп көрейінші. Ол маған керек па? Бір как будто сіздерге оның мен беріп жатқан тапсырманың пайдасы жоқ сияқты болып көрінеді да. Сондықтан сразу тапсырма алдыңыздар ма, орындайсыздар. Қызық па, қызық емес па, басқаша ма, ұнай ма, ұнамай ма, орындау керек. Кешіккендер есік жабылады, сразу айтайын. Бүгін жаңа кешігіп келгендер ескерту. Жарай ма? Келесі сабақ 9-дан егер кешігіп келдіңіздер ма, есік жабылады. Сабаққа телефон шабылса, сабақ барысында телефондан өшіріп тастайсыздар, без звукаға барлықтарыңызға. Ол кезде де болады. Жалпы кәсіпкер деген кім? Сабақты бастайық. Осы уақытта былай түсіндім. Көп сіздеріңіз жұмыс істеп келдіңіздер, оқу бітіріп келдіңіздер. Барлықтарыңызда кәсіпкерлік ойлау қабілеті төмен. Ең бастысы осы кәсіпкерліктің ойлау қабілетін түсіну керек та бұл жерде бізге деген. Үнемі дамып отыратын керек. Себебі деген ертең проблема шығады, ол міндетті түрде. Кәсібіңізде алдыңызда шығады. Біреу деген лақтырып кетеді, біреу деген келмей қояды уақытында. Біреу уәде береді да вообще жоқ болып кетеді. Ондамай қояды. Неге болмады? Ой, анау телефон алмай қалды. Мынандай болды. Қызықтырмайды. Кәсіпкер алдына тұрған проблеманы шешу керек. Сіздер қазір бастықтарыңыз жоқ. Мысалы, жұмыста бірдеңе болса бастықтарыңыз звондайсыңдар, Басеке, мына жақтан мынандай деп жатыр, не істеймін ары қарай? Бастығың айтады, немесе өзінің связь арқылы, немесе өзінің таныстары арқылы шешіп береді саған. Қазір сіздерде бастықтарыңыз жоқ. Қазір енді өздеріңіз бастықсыздар. Қазір мәселен бәрін енді өздеріңіз шешесіздер. Біреу маған кедергі жасап жатыр, біреу алмады, уақытында келмей қалды. Қызық емес сондай сұрақ. Сіздің жұмысыңыз проблема болды ма? Алдыңызда тұрған проблема шешу керек болды. Мыйларыңыз сразу айтайын, соны шешіп үйреніңіздер. Анау болмай жатыр, мынау болмай жатыр деп маған звондамаңыздар. Ізденіңіздер до конца. Проблема шешушісіздер сіздер. Алдыңызда туған проблемалар шешу керек болды. Ең бастысы осыған қарай. Іштен қарамаңыздар. Кәсіпкердің жеке қабілеті, ең біз өзіне қандай жеке қабілеттер керек? Лидерлі болу керек, ең бастысы. Артынан ертең өздеріңіз, сіздердің арттарыңыздан ертең командаларыңыз болады, сотрудниктеріңіз болады, қызметкерлеріңіз болады. Солар жетелейтін адам болу керек сіздер. Ол үшін өздеріңіз іштей дайын болу керек сіздер. Егер сіздер лидер болмайсыздар ма, ертең сіздер сотрудниктеріңіз менсінбейтін болады. Сондықтан солар сіз, мәселе сіз одан көп білу емес. Өзіңіз лидерлік адам ішінде харизма болу керек. Ол дамытылады оның барлығы. Оның барлығы осындай тәжірибеден келеді. Сіздер былай қарағанда ұйымдастырушысыздар. Әртүрлі мамандар жинайсыздар да, форсажды білесіздер ғой. Доминик келеді да барлығын жинайды ғой. Сол сияқты сіздер де боласыздар сондай. Командаларыңыз өздеріңіз жинайсыздар. Күшті мамандар. Мамандар сізден күшті болады. Өз саласы ғана күшті болады, өз саласы бойынша. Сіздер общий саласы бойынша барлығын білесіздер. Сіздер ұйымдастырушылар ортада тұрған. Қай жаққа қарай жүру керек, қай жаққа қарай бағыттау керек, соны шешетін сіздер. Ол кәсіпкер. Стресске төзімді, өте маңызды. Айтып тұрмын ғой, жаңадай жағдайлар көп болады. Жыныңа тиетін, не давлениең шығады, не шығады. Бірақ шыдау керек. Лаура деген қыз жаңа ең жақсы нәтиже көрсеткен қыз. Сондай болды мысалы. Басында кәсіп бастап жатқан кезде қарыз алып алған ақша менен бастаймын деп барахолкадан әртүрлі маталар алып алып 200 мың ба, енді 200 мың енді үлкен ақша ғой, енді бастап жатқан кәсіпкер үшін. Заказ түскен, сөйтсе алып енді талдықорғанға шығайын деп жатса, отмена жігітім басқадан тауып алып деп отмена береді. Ойлаңдар, тауып алғансыңдар, ұстап тұрсыңдар, дайындап қойғансыңдар барлығын.
жоқ ана жерде саған заказың. Күйдің де бекерге. Жылап звондап отыр анау. Ештеңе етпейді, қазір не істейді? Шыдау керек осындай. Басында өзің келістің. Иә, сондайдың бәріне болады, не істеймін деп. Ал енді шыдау керек. Сөйтсе қайтадан жарты сағаттан кейін анағыз қайтадан звондап, қайтадан ренжімеңіз, қайтадан сізге заказ беремін дейді. Ондай жағдайлар өте көп болады бизнесте деген. Иә деп кетеді, лақтырып кетеді, не істеп кетеді, ақшаңды бермей кетеді, не істейтін? Стресске төзімді боласыздар. Ол басында қиын болады, бірақ уақыт өте ондай нәрселерге жеңіл қарайсыздар. Жаңа кәсіп ашып жатқанмен тәжірибесі адамның кәсіпкерінің екеуінің екі түрлі болады. Жаңа ашып жатқан адам, ойбай, ана жаққа, мына жаққа, ана бітпей қалды, мынау болды, тез болды дейді да. Ал жай кәсіп ашып жатқан адам асықпасайшы болады бәрі. Үйреніп қалғанда ол ішінде жүрші. Оның бәрін көрген ондайдың бәрін. Соғысқа қатысып жатқан сияқты ғой, тәжірибесі бар мен, тәжірибесі жоқ сияқты. Анау қорқып, шуылдап, жүгіріп жүрсе, анау деген уже білет қай жерде скорость қосу керек, қай жерде скорость төмендету керек. Қосатын жерін бәрін. Ол тәжірибемен келеді. Внимательность, зерделілік. Внимательный болу керек. Кез келген нәрсеге внимательный қараңыздар. Мелочтарға қараңыздар. Бизнесте мелоч деген нәрсе болмайды. Мысалы, бір кездері просто кассаны толтырмай жүресің, саған мелоч сияқты көрінуі мүмкін. Ал ертең оның соңында үлкен проблема алып келеді. Сондықтан бизнес ішіндегі кішкентай проблемаларға мән беретін болыңыздар. Внимательный болыңыздар. Мақсатқа жете білу. Мақсат қойдыңыз ба, алдыңызға жетіңіз. Цел қойдыңыз ба, жетіңіз міндетті түрде. Бәрі күшіңіз салыңыз. Сіз қайтап жете алмасаңыз да, ішіңізден өзіңіз көңіліңіз солатындай болсын. Мен 110%-ке берілдім ғой деген сияқты. Оның барлығы қайтып келеді. Сіз осы еңбегіңіздің бәрі ойламаңыздар. Кетіп қалады, ертең бәрі не істеймін деп. Барлығы қайтып келеді. Денсаулыққа көңіл бөлесіздер. Спорт күнде таңертең жүгіру керексіздер. Жүгіресіздер ме? Спортпен міндетті түрде, жігіттер, қыздар. Өйткені спортты бекерге мен сіздердің денсаулығыңыз мықты болсын деп айтып отқан жоқпын. Маған бәрібір сіздердің денсаулықтарыңыз. Шаршамайды просто. Спорт айналысып жүрген адам төзімді болады. Ертең мысалы жұмыс болады, не болады. Ал спортпен айналысқан адам тез восстанавливаться ететін болады. Дене үйренеді. Мысалы шаршаған кезде мысалы курстан кейін мысалы мен өшіп қаламын да мысалшы. Ал спортпен айналыспасам адам одан бетер өшетін боламын. Тез орныма қайтып келе алмаймын. Ал спорт денсаулық жаңағы бәріне қарау, дұрыс тамақтану барлығы соған көмектеседі. Кәсіпкер ол өте маңызды. Тайм менеджмент, уақытымен, барлық уақытымен дұрыстап істеу керек. Кешікпей пунктуальность, өтініш сіздерге. Уақытында айттық қой, уақытында келіңіздерші. Соны үйреніңіздерші ең бірінші қазіргі таңда. Уақытлы. Кәсіпкерлерде өте көп мысалы. Бірдеңені заказ бересің, уақытында келу керек, келісім шартқа кездесуге келу керек, келіссөзге келу керек. Келмейді. Құртайықшы мына қазақтар кешігіп келеді деген нәрсені. Өзіміздің арамызда бастайық қазір. Кейін что басқасында не болатын, үлгі болатындай. Тіл тапқыш. Бір араларыңызда бар, бір кісілер өлтіреді оны дейді. Басқа жағынан әлсіз шығар, мысалы біздің курста да болды жігіттер. Бұлай басқа адамдармен біреуге сөйлесіп барып келісу о жағынан жоқ. Бірақ интернет саласына келесің, реклама бер дейсің, әлсіз. Оның ана жағы күшті. Егер сенің осы жағың күшті болып тұрса, коммуникация жағынан біреумен бар, связь тауып шығу, бір барып мәселені шешіп шығу. Онда хотя бір адамды оны жалдап қойыңыздар басқа салаға. Реклама беру жағына. Өйткені ондай адамдарға қиындау. Олар сондай адамдар коммуникацияға бейім. Отырып жұмыс істей алмайды. Қиын оларға бірдеңені шұқылап отырып, реклама беру, ананы іздену, мынау. Аналитикалық несі жоқ. Кейін табыстай білу, делегирование. Мен қазір бизнесті өзім істемеймін қазір. Міндетті түрде біреуге бере саламын. Әр сала бойынша тегін жарнама беру керек па, мен басқа біреуге беремін. Үйреніңіздер қазірден бастап. Бір жұмыс шығып тұр ма, сразу ойланыңыздар. Мына жұмысты кімге берсем болады? Қай ініме беріп, қайсысын хотя бы менің жұмысым. Сіз ең керек емес нәрсенің бәрін алып тастау керек. Өзіңізге тек қана ақша алып келетін сәлем ғана. Идеале сіздің жұмысыңыз тек қана қайда? Келіссөздер ғана. Келіссөздер стратегия болды. Үлкен заказдарға барып келіссөзді тауып, жалпы біз қалай жүреміз, соны ғана аттап отыру. Қалған бәрін адамдарға беріп тастау керек. Жарнама беру, контекст, ненің барлығын. Ал мына курста общий үйренесіздер. Өйткені бұл не үшін үйренесіздер сіздер? Курста бір жігіт болды, ақшасын өзі ештеңе шығармады да, ақшасын жинаған ақшасын 100 мыңның бәрін алды да, сатуға беріп, сатудан сайт жасатқызды, соларға менеджерлерін жасатып отыр. Оның бір минусы бар. Ертең ол басқа компания ашатын болса, сайт жасамады өзі контекст бәрін жасамады, білмейді ана адам. Өзі қайтадан басынан тағы да сол кезде ақша бере ме мамандарға? Түсінікті ма? Сондықтан өздеріңіз үйренгендеріңіз дұрыс. Және ертең сіздер осы интернет маркетинг үйреніп алсаңыздар, жұмыс жалдайсыздар ғой интернет маркетологтарды. Сол кезде сіздерді ешкім алдай алмайды.
сіз уже конкретно айтасыздар. Өйткені қазір бізде деген көбейіп кетті сапасыз мамандар, агентстволар көп. Иә, қатырам, бірақ шындығына кеп жақсы маман кеп ананы шұқыласа, аналар түк істемеген да, тек қана көрінетін нәрсені істеп қойған. Тұр ғой, міне интернетте тұр ғой, жұмыс істеп жатыр, міне реклама пайда болып жатыр. Бірақ шындығына жоқ. Сондықтан соны өздеріңіз үйрену керексіздер. Өзіңіз бір өтіңіздер, одан кейін өздеріңіз ары қарай білесіздер. Ең бастысы ақша тауып алып, кейін әр салаға өз мамандарын қойып қойған дұрыс. Сайтты басына өзіңіз жасаңыздар, кейін ақша табылды ма, күшті сайтқа заказ беріңіздер, жасайтын. Одан контекст басына өзіңіз жасап көрдіңіздер ма, біраз уақыттан кейін уже контексттің жарнама жасайтын бар, сол адам айналыссын. Өйткені әр сала, әр адам өзінің саласын біледі. Өйткені ол 5 жылдан бері, 5-6 жылдан бері саласына айналысып жүр. Мысалы, есіміз Гүлжахан. Ағылшын тілін 5-7 жылдан бері істеп жүр, менен жақсы біледі мысалы да. Мен қанша курс оқыдым, қосымша болуы мүмкін, бірақ ол кісідегі мысалы мен біле алмаймын. Өйткені ол саласы маман. Сондықтан ол адамдар сол салаға келеді де, сол саланы жауап беретін болу керек. Енді кәсіби біліктіліктер. Ол жеке өздеріңізге қатысты болды жаңа біліктіліктер. Енді кәсіби, профессионал, қандай салаларды дамыту керек? Кәсіпкер не болу үшін? Маркетинг жақсы білу керексіздер. Қайдан бастап, қанша ақша салу керек, не істеу керек, қай каналдарды продвижение болу керек. Одан кейін сауда саттық жақсы білу керексіздер. Жаңағы сетевоймен айналысқандар өте дұрыс. Өйткені сіздер бетпе-бет сатып көрген адам уже көп нәрсені біледі адам психологиясына қатысты. Адамды көндіріп үйренген адам, ол ертең оңай сіздерге. Сіздің жұмысыңыз енді тек қана жаңа интернет-маркетинг жақсы меңгеріп алып, интернет арқылы соны күшейтіп өз саудаңыз айналысса, өте жақсы болар еді. Одан кейін аналитика. Аналитика деген қай клиент қай жақтан келіп жатыр, қай салаға біз ақша салуымыз керек. Аналитика сол мүмкіндік береді. Қай менеджер қалай жұмыс істеп жатыр, оның барлығын үйретеміз. KPI деген бар. Сол аналитика қарайсыздар да, мысалы бізде компанияңыз бар делік сіздің. 4-5, 10 шақты каналыңыз бар сізге клиент алып келетін. Сөйтеді, сіздің менеджеріңіз кеп сізден сұрайды. Мәке, мына сала, қай салаға ақша саламыз мысалы. Сен общий біліп тұрсың, қай салалар алып келіп жатқан ақша алып келгенін білесің. Қайсына көбірек ақша саламыз дейді. Сенде қолында аналитика болмаса, цифрлар, қай салаға көп алып келіп жатыр осы уақытқа дейін, сен шешім қабылдай алмайсың. Мына аналитика сол сіздерге шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Дұрыс шешім қабылдауға. Білесіздер, математика алдамайды. Математика ол точный предмет. Ал басқасын бәрі ол жай ғана бла-бла-бла-бла. Сондықтан мына аналитика ол математикамен қатысты. Цифрлар. Сіздер бизнесті цифрмен көріп үйрену керек. Неше клиент келіп жатыр, неше клиент алдынан өтеді, неше клиент сатып алды. Соған сәйкес уже әр каналда қай жерде адам құлап жатқанын көріп отырасыздар. Клиент қай жерде ұшып кетіп жатыр. Ал аналитика соған көмектеседі. HR жұмысқа қалай қабылдау керек? Серіктес қалай таңдау керек? HR өте маңызды. Басында жұмысшылар, өте әлсіз жұмысшылар түседі басында сіздер. Қымбат жұмысшылар алуға қорқасыздар басында. Бір крутой жұмысшылар келсе дір-дір етесіздер басында. Хоть сіз бастық болып отырсаңыз да бірінші келіссөздер келген кезде. Күшті мамандар мысалы резюмесін көресіз ғой. Анамен сөйлесу қиын да. Бәрін білетін сияқты, сен оның алдында бір не сияқты. Атақ ақша төлейін деп тұрған сенсің ғой. Оны ойламайсың да. HR. Осы 2 айда адам алып. Ақша тауып уже не істесеңіздер, адам ала көресіздер сіздер. Егер уже компанияны не істейтін болса, уже адам алып жатқандар да бар мысалы бізде. Одан кейін автоматтандыру. Мастер-класс қанада бір әйел келеді. Кезінде мен Зеленый базар аяқ киім сатқам дейді. Точкамыз болды, 4-5 бутик болды. Зеленый базардың алдынан 2 квартира алдым дейді. Сөйттімде бір рет ауырып қалдым, белінен бір қатты травма алған, грыжамен сумен жатып қалған. Мен кеттім, болды, бизнесім бәрі құлады дейді. Қанша уақыттан бері не істегенім бәрі уже өзінен. Барлық бизнес көбінесе бізге ғана байланысты болады. Байқайсыздар ма? Бизнестегі ең бастысы өзіміз, ең басы бухгалтер өзіміз, ең басы маркетолог өзіміз, барлығы ең күштіміз да. Бизнес автоматтандырылмаған. Ертең кетіп қалсаң, болмай қалсаң, бітті уже. Сенің қанша уақыттан бері еңбегің бәрі бітті деген сөз. Өйткені саудадан өзіне жай ғана қарашы, қарасаң как будто бутик тұр жарайды. Бутикті алда сете бер. Мәселе ода емес қой. Оның арт жағында үңілсең, оның поставщиктер тұр. Ол адам барды жаңа барып, аналардан қалай скидка алуға біледі, аналардан қалай рассрочкаға алуға біледі. Оның таныстары бар. Қанша жыл жинаған тәжірибесі бар да, сен оны по-любому орын баса алмайсың сен адамның.
өзін соң құрған адам. Ол нөлден бастады. Қай жерде саудан қысу керек, қай жерде адамды көндіру керек, қай жерде әлсіз беру керек, оны білмейді оны. Ол тек қана тәжірибемен. Сондықтан біздің жұмыс автоматтандыруды үйрену керек бизнесті. Өзімізден кейін де ертең уже жақсы бизнес қалдырып кетуіміз керек. Не жағдай болса да, что бизнесімізді адам басқара алатындай басқалар. Қаржыны басқару, ол да маңызды. Менде мынандай проблема болды. Бизнес ашам, сөйтеді да 3 ай жұмыс 4 ай жүрмейді. Одан кейін біз сөйтсем май айында аштық та, ең кризис екен сізде. Бокс клубтар, ол кезде балалардың бәрі каникулға кетеді. Жаз деген вообще мертвый сезон. Сөйтеді да күзден бастап жұмысымыз жүре бастайды. Ақша түсті басталды бізде кайф. Қыдыру, шетел аралау, киіну, не істеу. Бизнеске ақша салмай қойдық та. Партнеріміз екеуміз аламызда анда қыдырамыз, Турция, Гонконг, ненің барлығын аралап қаржыны дұрыс басқарамадық. Сөйтсек бизнеске де ақша салып отыру керек. Біраз процентін бизнестің дамуына салып отыру керек. Өйткені бизнес деген басында бала сияқты. Балаға тамақ бермесең, ол ақша ғой оның несі, өле бастайды. Сондықтан мысалы бізде көбісі не істейді? О, бизнес деген осы екен ғой дейді да, ақшаны аламыз да, ой, туысқандарға да несіне подарок аласың, әйеліңе несіне өйтіп әйтеуір телефон аласың, не істейсің, құрта береміз өзімізге. Ол дұрыс, өзің мәселе, ол өзіңнен не істеуге отыру керек. Бірақ бас кезінде өтініш сіздерден. Бизнесті аяққа тұрғызып алғанға дейін ақшаны бизнеске салып отырыңыздар. Өздеріңізді қалдырыңыздар ең бас несінен. Соны үйрену керек. Қаржын. Мүмкін ол қателікті бір болу керек шығар бастан өтетіндей. Бірақ өтініш сіздердің қаржыны дұрыс басқара білу керек. Ол бір бөлек екен. Ақша таба білу бір бөлек. Оны жинап көбейте білу екінші тағы бір мәселе екен ол. Ақша келіп жатыр, қайда кетіп отқанын білмейсің. Әйтеуір кетіп жатыр да, мысалшы. Расходың көбейіп кеткен, әдемі өмір сүргің келеді, таксимен жүресің, бұрынғыда автобуспен жүру жоқ, жақсы жерден тамақтанасың, достарың келсе, ой, мен төлей салам. Әрлеу, упаковка, бизнесте упаковка жасап үйрену керек. Мысалы, көбінесе мына бізде қалай? Жақсы мамандар бар да, өзін саласын керемет істейтін. Бірақ саудасы жоқ мысалы. Абыройлар бар, рекламасы керемет та, өнімі сапасыз. Ама упаковка деген сіздің жақсы бизнесіңіздің артықшылықтарын дұрыс көрсете білу. Бізде мынандай мамандар жұмыс істейді. Біз мынанша жылдан бері жұмыс істейміз. Біз мынандай өнімдер өндіреміз. Біз туралы клиенттер мынандай дейді. Соның барлығын мақтанатын нәрсені көрсету керек. Мына мен орыстармен көп оқыдым ғой. Көрінбейді жоқ нәрсені мақтана береді аналарша. Қазақтар кезің ұялады. Мақтансайшы десең, ол біз скромный кішкентай кезімізден сөйтіп тәрбиелеген. Мақтана берме. Ете берме, итпе, ұят болады. Сол кәдімгідей мына бизнесте өте минус ойнайды екен. Бірдеңені көрсету, как будто бізге ол мақтан сияқты түкке тұрарлық айтатын нәрсе емес сияқты да. На самом деле орыстар сияқты не істейтін болсаң, ол адамдарға әсер етеді деген сол. Стратегиялық жоспарлау. Қай жаққа қарай жүру керек, қай жаққа қарай бағытталу керек біздің компания. Біздің болашағымыз 5 жылдан кейін компаниямыздың несі қандай болады? Қандай деңгейде боламыз? 10 жылдан кейін қандай деңгейде боламыз? 20 жылдан кейін қандай деңгейде боламыз? Біздің мақсатымыз өміріміздің соңына асып кету керек. Что бізден кейін ертең қалған кезде біздің балаларымызға осы компанияда не қалады, соны ойлау керек. Сол кезде ғана сіздің жоспарыңыз болады. Нұрлан Смағұлов деген танисыздар ғой, Мега центр, Астана Моторс барлығының есімдегілер. Сол айтады, мен бұрында жоспар құрмайтын едім, өте жаман әдет екен дейді қазір. Қазір бизнестің барына бізде уже бірнеше жылға жоспарға құрылып тастаған. Өйткені жоспар, білем, ол дұрыс келмеуі де мүмкін. Бірақ сен көз қарасың жалпы, қай жаққа бара жатырмын. Мысалы, сен точкаңды білмесең жүре бересің айланып, баратын жеріңді білмесең. Басың айланып. Ал егер баратын жеріңді білсең, әйтеуір кедергі болса да, жел болсын, не болсын, әйтеуір табасың амалын тауып. Жолыңды біреу бекеп қойса, айланып өтесің. Сондықтан баратын жерімізді түсіну керекпіз. Ең соңында 5 жылдан кейін қандай дәрежеде боламыз, 10 жылдан кейін қандай болады менің компаниям, 20 жылдан кейін болады. Қазір компанияңыз жоқ па, өзіңізге қатысты болсын. 5 жылдан кейін мен қандай боламын? Қандай дәрежеде болуым керек? Неше компаниям болу керек? Қанша табыс табуым керек? Қандай неде болуым керек? Соның барлығы болу керек. Жетістікке жеткен кәсіпкер болу үшін не керек? Ең алдымен ойлау қабілеті. Мышление. Біз көбіміз жаңа қызметкердің, немесе маманның шыға алмаймыз ойлау қабілетінен. Барлығымызда. Түсіндіріп беремін одан ең. Ең алдымен мышлениеде
жауапты өзіміз екенін түсіну керек. Бағана айтып отқандай, жауапты өмірімізге жауапты өзіміз ғана. Бизнес ашымыз ешкім біз кінәлап отқан жоқ, ешкім бізді итермелеп отқан жоқ. Бай боламыз ба, өзіміз шешеміз. Кедей боламыз ба, оны өзіміз шешеміз. Істейміз ба, істеуіміз керек. Барлығына жауапты өзіміз. А біз деген басқаларға жауаптымыз өмір. Әлеуметтік желіде басқалар үшін жауап береміз, анау үшін жауап береміз, араласамыз. Кәсіпкер ең бастысы өмірінде алдымен өзін өзгерту керек. Қазір өздеріңіз өзгеру керексіздер. Ал бізде қалай? Басқалар өзгерткісі келеді. Мемлекет жаман, президент жаман, әкім жаман, премьер-министр жаман, бәрі жаман, бірақ өзіміз жақсымыз. Ең алдымен кәсіпкер өзін өзгертеді. Өзің ақша тауып үйрен, өзің білім ал, өзің дамыт, машина ал, үй ал, жағдайын жасап ал. Одан кейін туысқандарыңа өтесің. Туыстарыңа көмектес. Мұқтаж жандар бар, үй салып бер, не істеп бер. Ауданыңа көмектес. Одан кейін қалаңа көмектес. Еліңе көмектес. Ал біз бірденнен бір елді өзгерткіміз келеді. Халықты, қазақты өзгерткіміз келеді. Өзімізді өзгеруіміз керек бірінші. Өзіміздің бірдеңеге жетпестен бірдеңе біреуге ақыл айтудың қажеті жоқ. Егер сол салада мамансың ба, жеткен жетістігің бар ма? Пожалуйста, айт одан кейін. Сондықтан басынан бастап түсініп алыңыздар қазірден. Өмірлерің барлықтарың өз қолдарыңызда. Іс-әрекет етсең пайда болады, іс-әрекет етпесең болмайды. Ешкім қинамайды бұл өмірде. Демократия едім, пожалуйста, демократия. Өмірімізге жауапты өзіміз әрқайсымыз. Кейін екіншісі қабілет, мүмкіндік көрдіңдер ме, тез іс-әрекет ету керек. Байқайсыздар ма? Біреу сіздерге идея айтты, немесе күшті екенін біліп тұрсыздар, а бірақ күтесіздер. Я істеймін, примерно істеймін деп ойлайсыздар да, мысалы. Бір жерде ақша бар, мынандай идея бар дейді. Жақсы екен деп жанастар да, а бірақ іс-әрекетке ешкім көшпейді. Көп идея, мүмкіндік деген, мына айтады ғой, мүмкіндік жетіспей жүр маған, бір мүмкіндік болса ғой, қанекей ұстап алатын едім деп. Адамның өміріне білесіздер ме, сіздер күніне қанша мүмкіндік келетінін? Өте көп мүмкіндік келеді. Просто адам көре алмайды оны. А кәсіпкер оны көре алады. Ол бірденен келетін қабілет емес ол. Жоқ жерден кәсіпкердің жұмысы, біреулер қарасаңдар, болмаған саладан бір ақша тауып жүр да. Мысалы, мен басында бокс клубтар ашып отқан кезде маған айтқан, ол салада ақша жоқ. Ол көргенбіз оның бәрін, не істеген, мысалы, балалар болды курс айтып отқандар. А қазір олар өздерінің әлі бизнесі жоқ та. А біз уже бірнеше бокс клуб ашып саттық, мысалы. Онда адамдар көп болады несі бойынша. Ал кәсіпкер деген көрді ме мүмкіндік, барады, істейді. Бір кісі айтады, анада маркетолог жігіт бар да, бір пластик терезелер бар ғой істейтін компанияда. Сөйтіп бір идея айттық дейді да, барып салыстырып отырсақ, көбінесе сіздер клиенттер қалай болады? Бір рет заказ береді да, ол жерде көбінесе бірінші жылғы жетеді пластик деген. Ал сөйтсек пластиктердің нелері сынып қалады екен, немесе біраз уақыттан кейін ана не істеп дұрыс ашылмай қалады, ана пластик несі ше. И сол кезде біз айттық дейді, менеджерларды сол бұрынғы клиенттеріңізге бір звондап шығып, қоңырау шалып, не проблема бар, арзанға жөндеп береміз деп айтсаңдаршы деп. Сөйтті дейді, бір-екеуіне звондап еді, келіңіздер, бізде ручка істемей қалды, соны мынаншаға істеп береміз, келіс дейді. И ананы көрді дейді да, сразу біз отырған жерден көмекшісін шақыртты, заместительінші. Заказ не істеді дейді анаған бар. Барды ана тез менеджерлар жіберді, звондасын ананың барлығына клиенттер тауып кел. И ана сол кезде қарадық дейді да, кәсіпкердің сразу ойлайтын. Айттық па, сразу кетеді. Сразу көмекші шақыртты, ананы звондап бар, анаған бар, проблема шешіп тастады дейді сразу. Ақша табатын жерді көрді ме, сразу қимылдайды. Сіздер ақша табатын жерді көресіздер ме, сразу іс-әрекетке көшу керек. Бізде ең сол минус идея мен іс-әрекет екеуінің арасы өте алыс бізде. Өте алыс. Ал кәсіпкер барған сайын мынаны іс-әрекетті мына жерге алып тастайды. Даже мына жерге әкеліп тастайды қасына. Идея іс-әрекет, идея іс-әрекет. Байқайсыздар ма, көбінесе бір информация жетпей жүрген сияқты бола береді сіздерге. Бір курс көріп шығасыздар да, біраз уақыт курс көресіздер да, тағы да жетпей тұр что-то бірдеңе. Қазір бір нені тауып алайын, бір несін. Ары қарай кетемін мен, осы бизнесім жүріп кетеді қазір. Бір идея тауып алайын, маған бір айтсыншы біреу деген. Сондай іс-әрекет жоқ. Ал бұл жерде 2 айлық курста тек қана іс-әрекет.
жігерлі болу керек. Инициатива дейді ғой, шығу керек. Мына мамандардан да өте мен минус көп көрем. Басында деген жұмысқа келген кезде деген ой идеялар айтады да, бүйтсек болады ғой, үйтсек болады ғой, ананы істесек болады. Бір айдан кейін өшіп қалады несінің бәрі. Ал инициатива деген өз жаңадан идеялар тудырады. Жаңа нәрсе ізденеді үнемі адам деген. Бірдеңені істегісі келеді. Біреуге барып, әйтеуір үнемі жолды іздеуді әйтеуір. Жыбырлап жатпайды. Тәуекелді болу керек, тәуекелден қашпайды. Барлықтарыңызда, мысалы, даже осы курсқа келудің өзі тәуекелдікті жеңу сіздерде. Барсам бекен, бармасам бекен. Маған бере ма, бермей ма? Ақша төледім, ол ақтала ма, ақталмай ма? Осыдан көрінеді да мынаған бәрі. А тәуекелдікке, қойшы, сондай болды араларыңызда. Көрейікші, бісміллә деп. Ал бизнесте сондай жағдайлар көп алып келеді сізге. Істеу керек па, істемеу керек па? Сондай нәрселер көп болады да. Кім қабылдайды, соған қарсы. Тәуекелі болады, бастап кетеді, болды сол. Былай қараған кезде, кәсіп не үшін бастамайсыздар? Қорқасыздар ғой. Барлық айланып келгеніз қорқынышқа келеді. Ертең ақша салам, келмейтін шығар. Семьям қалай асырам, квартира қалай төлеймін, анау не болады, бала шағам не болады. Барлық айланып келгеніз қорқынышқа келіп жатыр. Ал қорқынышты мен 100% айтамаймын ғой, мысалы, мен компания аштым, сол 100% ертең жақсы жүріп кетеді деп. Кәсіпкерлер кім айтты сіздерге қазір жетістікке жеткен барлығы 100% өзінің осы кәсібі жақсы жүріп кететінін білді деп. Ешқайсысы білген жоқ. Олар да тәуекелдікке барып бастады. Әрқайсысы. Шешім қабылдай білу. Шешім қабылдай алмаймыз. Олар жаңа тәуекелдікке келеді. Шешім қабылдау өте қиын бізге. Бірдеңені істесе мың ойланып, мың толғанамыз. Оның жақсы екенін біліп тұрсақ та ойланамыз. Бағанағы нелерге. Шешім қабылдай білмейміз. Кейін артқа қайтатын жол екенін түсіну керек. Мысалы, көбіміз, мысалы, не үшін жұмыстан шықпаймыз, кәсіп бастап алып. Қазір көрейік примерно. Болмаса, қайтадан жұмысқа бара салам ғой. Көп сондай болады. Болмаса, мынау бар ғой. Дұрыс емес. Артқа курсқа бардым да, жандым да, ертесіне барып жұмыстан шығып кеттім. Үйдегілер естіп алып, басында деген тұрақ жұмыста істеп жүрмін, директордың көмекшісі болып. Жұмыстан шығып кеттім, болды, өз бизнесін бастаймын деп. Үйдегілер деген біраз ұрыс болды кезде де. Дем дұрыс па, қанша уақыттан бері көтеріліп едің ғой, сол уақытта жетіп едің ғой. Нең бар, істей бермедің ба, тұрақ жұмыс бірге істей беретінен ғой деп. А мен артымдағы көпірді өртеп жібердім. Баратын жерім жоқ, одан басқа болды. Осы бизнес істесем де, істемесем де осы жерден болды, қалдым. Сондай болу керек көбінесе жағдайда. Өртеп жіберу керек болды. Арт жақ. Сізде жолғамайды. Өйткені адам өмірі басқа тағы жеңіл жол тұрса, жоққа кетіп қала береді. Қазір жұмыс жоқтарлар, вообще сіздерге жолдарыңыз болды. Арт жаққа шегіне жолды, арттарыңыз уже Мәскеу тұр сіздердің. Тек қана алдыға. Нәтижеге жұмыс істей алады. Нәтиже үшін ғана. Байқайсыздар ма, біздің көбіміз істеп жатқан жұмысымыздың бәрі бекер. Күнделікті істеп жатқан тірлігіміздің бәрі бекер. Әлеуметтік желіде отырамыз, достарымызбен болмаған әңгіме сөйлесеміз, сериал көреміз, ананы істейміз, мынаны істейміз мысалы да. Нәтижеге жеткен кезде ешқайсымыз нәтиже көрсете алмаймыз. Нәтижеге жету үшін тиімділігіміз өте төмен. Нәтиже керек бізге. Мысалы, жұмысшы алам, көбісі жақсы айлық алғысы келеді да. Алдама, мен саған нәтижеге қарай. Нәтиже алып келесің, мен саған жақсы төлеймін. Алып келмейсің сен. Келіспейді көбісі. Оларға жай ғана жұмыс істеп отырып, ешқандай нәтижесіз примерно айлығын алып отыра беру керек. Психология сол жұмыскерлердің. Мәселенің шешімін соңына шейін іздеу керек. Кім ізденеді, соған істейді. Мысалы, мен өзім бизнесім іздеу үшін көп курсқа бардым. Ананда көрдім, оқып келем, үйренген нәрсені сразу практикада көре берем. Іздене берем. Сол кезде маған айтты: неменен біле, оқи бересің, не болып кетті сенің көз? Өмір бақи оқисың ба деген сияқты. А қазір оның жемісін түсініп жатырмын. Сол оқудың бәрі қазір сіздерге үйретіп жатқан нәрсенің бәріне жиналды менде. Істеп жатқан нәрсеңіздің бәрі бекер емес, соны түсініңіздер. Ертең өмірлеріңіз осының бәрі алдарыңыздан шығады әлі. До конца іздеңіздер. Бір саланы іздесеңіздер, шұқыласаңыздар, сол салада сіздерден асқан маман болмайды ертең. Хотя бы сіздер средний адамға қарағанда жоғары тұрасыздар білімдеріңіз бойынша. Нәтижені соңында шейін, егер мәселені соңында шейін шешім іздейтін болсаңыздар, ал мысалы курста мынандай болады, кішкене түсініксіз болып қала ма, мына жері қандай деп сұрай береді. Google не үшін? Яндекс не үшін?
ізденіңіздер, видеолар қараңыздар. Мәселе просто ол сіздер ізденуге итермелеу. Ертең курстан кеткеннен кейін сіздерге уже айтатын адам болмай қалады. Егер өзің ізденетін болсаң, сұралынбастан шешімін тауып көріп, сұраудан алдын хотя бы 3 вариант ұсыныңдар болды. Сол психология. Менен бірдеңе сұраудан алдын 3 вариант ұсынасыздар маған. Мәке, мынандай мәселе болып тұр, 3 вариант іздеп көрдім, мына 3 варианты бар екен. Қайсысын таңдайын? Атак менен басқа сұрақ қоймаңдар. Курсқа қатысты. Ал мына жерде қазір сұрақ қоюға болады. Еркін отырсаңдар да болады. Түсінбей жатқан жерлерін сразу қоя беруге болады. Кейін тағы маңызды нәрсе. Бизнестегі бағана айтқан анализ, көрсеткіштерді санай білу керек. Мына ресейлік бизнесмендермен көп араласамыз ғой. Анада Москваға інім барып қайтты несі бойынша. Қазір ресейліктер сол трендке өтті. Бизнестің бәрін көрсеткіш жасамайды. А біз интуиция бойынша жасаймыз ғой бизнестің бәрін. Примерно мынау болу керек, мынау болмау керек, мынау болу керек, несі болу керек. Бизнесте мына жер мынандай. Бізде қазір жай енді курс барысында сонда қазақтың арасында да көрсеткішпен бизнес жүргізетіндерді көбейтуіміз керек. Бизнесіңде сразу тұрғызамда қанша, звонок қанша ай сайын, средний чек қанша, маржан қанша, конверсия қанша, оның барлығын білу керексіңдер. Сайтыма мынанша адам кіреді, мынаншасы мынанша клиентке айналады, мынаншасы маған әр клиент маған алып келеді, бір клиентті шақыру маған мынанша теңге тұрады рекламаны. Оны жатқа білу керексіңдер, көбейту кестесі сияқты. Сол кезде сенің бизнесіңде өзің контроль жасап жатырсың деген сөз. Егер бизнесте көрсеткіштер жүргізбесең, сен ол контроль жасап жатқан жоқсың. Бизнес как попало жүр, өзімен өз. Цифрларды шығарып Иә, цифрлармен жұмыс істеп үйренеміз. Мынандай сөздер болады сіздерде. Трафик деген болады, лид деген болады, клиенттер, кіріс, таза табыс, орташа чек, қайтарған ақша, ROI, LTV, кіріс қоңыраулар, шығыс қоңыраулар. Осының барлығын білу керексіздер сіздер. Трафик дегеніміз не, лид дегеніміз не, клиент ол қай жақтан келеді, кіріс деген не, таза табыс қайдан келеді, орташа чек, ROI, LTV. Көбінесе мына ROI-ды білетін шығар, салған жарнамадан қайтып келетін ақша. LTV деген ол клиенттің өмір бойы маған қанша ақша алып келеді. Сөйтіп ойлау керек. Мысалы бізде қазір клиентте қалай? Сату барысында тез анаған сатып жіберіп құтылуды анадан клиенттен. Көбінесе бізде сол минусымыз. Клиентке тез ақшасын алып қалу керек та, ол сау бол, жіберу керек. Ал қазір LTV деген шыққан. Европа, Америкада қазір есептейді. Клиент өмір бақи маған қанша ақша алып келеді. Егер ол мысалы өмір бойы маған 4 заказ берсе, ол мысалы мынанша алып келеді. Мысалы мен бокс клубтың балаларын есептедім. Ай сайын 10 мың теңгеден алып келе ма? Егер бала 18 жасқа шейін неше жыл бар? Егер 8 жаста болса, тағы 10 жыл бар. Егер менде ол жақсы қызмет көрсетсем, 10 жыл бойы маған ай сайын 10 мың теңгеден алып келеді. Жылына 100 мың теңгеден алып келеді. Сол кезде 10 жылда миллион. Одан қайта егер мен соған жақсы қызмет көрсетсем, миллион ала бермеймін одан қайта. Дұрыс па? Сондықтан солай психологияны соны өзгертіңіздер. Клиенттерді, ROI деген сіз 30 мың теңге салдыңыз ғой рекламаға, 150 мың болып қайтып келді. Сол жерде 30 мың 150 мыңның қанша проценті? 500% ROI болады сізде. Инвестиция. Қайтып келген ақша сізге несінен, процент есептейді соны. Рекламаға салынған несі бойынша. Осылардың бәрін. Оның бәрін сабақ барысында өтеміз. Кішігірім бутик пен үлкен магазиннің алып компанияның айырмашылығы неде? Кім біледі? Рекламный несі кішкентай магазинде продавец, хозяин, поставщик, а неде полный жаңағы менеджер, система. Кішкене жақындау. Көрсеткіш қана болды. Айырмашылық ештеңе жоқ. Барлығында көрсеткішпен жүреді болды. Мысалы, бутикте бізде көрсеткіш есептемейді. Ойлайды, менде бутик, оны істемеймін. Столовый көрсеткіш керек жоқ деп ойлайды. Барлығына керек. Бутиктен алдына күнде менің бутигімнің алдынан қанша адам өтеді? Есептейсіздер. Оның қаншауы кірді? Кірген адамның нешеуі сатып алды? Сатып алғанның нешеуі қайтып келді? И өтіп атқан адамдардың, мысалы, бір апта көресіздер, ешқандай рекламасыз өтіп атқан адамдарды санайсыздар. Жарайды, мысалы, күніне сіздің есігіңіздің алдыңыздан 100 адам өтсін. Мысалы, 100 адамның ішінен, мысалы, рекламасыз жүрген кезде сізде примерно бір 10 адам кіретін еді. Сөйтесіз, енді кірушілерді қалай көбейтемін мен? Рекламаны яркий қыла бастайсыз, әртүрлі фишкалар қосасыз,
купон көшеде тарата бастайсыз. И содан кейін есептейсіз. 100 адам тағы өтіп жатыр. Енді жаңа 10 емес, уже 20 адам кірді. Рекламаны көбейттіңдер. Көрдіңдер ме? Жаңа бір фишкамен, одан кейінгісі. Ал кірген адамдардың жаңа 10 адам кірді, 10 адамның тек қана 2-еу ғана алды. Ал оның 10 адамның 2-еу емес, одан да көбейту үшін не істеу керек? Ау? Қызмет жақсы болу керек. Әдемі сөйлесуің керек. Оны көндіру, не істеу керек. Оған скидка бар екен есіне салу керек. Мынандай әртүрлі не фишкалар жасау керек. Сол кезде сіз уже 10-нан 2 адам емес, уже 4 адам болады. Әр этапта сіз көбейте бересіңдер. Сөйтіп бизнес деген қарасаң уже 5 қана этаптан тұрады болды. Көрген адамдар, кірген адамдар, сатып алған адамдар, қайтып келгендер. Бизнес содан ғана тұрады болды. Көрсеткіш. А сен оның көрсеткішті әр несін өзгерте берсең, күшейеді. Мысалы жарайтынды. Түсінбей жатқандар үшін былай не істеп өтейік. Мысалы, есік алдынан өтетіндер 100 адам дейік, кіргендер 10 адам. Сатып алғандар 2 адам. Сіздерде орта есеппен, мысалы, әр орташа чек, мысалы, қанша болсын? Мысалы, 15 000 теңгеден болсын. Әр адам, мысалы, бір затыңыз 15 000 теңге болсын. 15 000, 30 000 теңге түсті. Енді бағана 100 адам итак өте береді. Ол өтіп атқан адам. Енді мына жерде сіз жай ғана тағы да 10%-ке көбейттіңіз, 20 адам болды. 20 адамнан неше адам мысалы? Уже, мысалы 4 адам болды мына жерінде. Жай ғана мынаны көбейтудің арқасында уже мына 2%-ні көбейіп 4 адам болды. 4 адам 15 000-нан сіз уже 60 000 теңге, 30 000. 2 есе 10% сізге 2 есе табыс алып келіп отыр. Жай ғана мына жердегі мына реклама бердік та, 10 адам емес, мысалы 20 адам қылдық та, 50%. Сізде уже 60 000-ға алып келіп отыр, 30 000 емес. Ал егер мысалы сол 20 адамнан хотя бы оның бір 6-ау кіретін болсақ, жақсы қызмет көрсетіп, 6 адам 15 қанша болады? 90 000 бола ма? 90 000 болады. Просто әр нені көбейте береміз. Мына жермен жұмыс істейміз, мына жермен жұмыс істесек, мынау көбейеді. Сервис жақсы көрсетеміз, анау көбейеді. Бұның бәрі көрсеткіш. Ау? Жоқ, сатып алу. Сатып алғандар жаңасы. Сатып алған клиенттердің несі. Саны. Түсінікті қоя, көрсеткіш, кәсіпкер, жалпы кім екен? Ойлау қабілет. Тағы бір қорытындылап шығайық, сол сіздердің ойларыңызда қалып қалу үшін. Ең бастысы қазірден бастап іс-әрекет бірінші. Барлықтарыңыздан талап ететін іс-әрекет қана керек болды. Айтылған нәрсе уақытында істелу керек, істеңіздер. 2 ай істеңіздер, одан кейін өздеріңіз білесіздер. Ары қарай керек па, керек емес па? Өйткені 100% барлығын істеу мүмкін емес. Мен айтып отқандардың 100%-ын сіздер істемейсіздер оны. Өйткені үлгермейсіздер, жағдай болады, неше түрлі не болады, әйтеуір 100% істемейсіздер. Бірақ міндетті түрде өздеріңізді түртіп отырыңыздар. Осы программаға сіздер әлі қайтып келесіздер кейін. Өздеріңіз бизнестеріңіз болған кезде басқа салаға осының бәрі қайталайсыздар. Сондықтан өздеріңізге түртіліп тұрсын бір жерде. Идеялар келіп жатыр ма? Жазып алыңыздар. Өйткені ол ертең сіздерге бәрін қайтып келеді. Бұл мәңгі бақи сіздердің миларыңызға қалыптасып қалғандар. Ертең сіздердің бизнестеріңізді тартып алуыңыз мүмкін, а бірақ сіздің уже бизнес жасай алатын қабілетіңіз ешкім аламайды. Ол мәңгі бақи ол сіздерде қалады ол, миларыңызда. Денсаулықтарыңыз нормальный болса болды. Дэн Кеннеди деген бизнес тренер бар, үлкен Америкада. Сол тренингтерінде мынандай тапсырма береді. Қазір залда кімнің мақсаттары қағазға жазылған, сахнаға шығыңдар, әрқайсыңа $50 беремін. Солардың тек қана арасынан 3-4 адам шығады екен, 1000 адам машинен. Және сол адамдармен сұрастырады ғой енді, бизнесің не, қай салада қанша табасын. Ең көп табатындар сол курсқа келген солар екен. Ол дәлелденген эксперимент та. Кімнің мақсаты жазылып жүреді өз бойынша, сол уже жетісіп кеткен. Оларға $50 керегі де жоқ. Арасында ең байлары сол көбінесе жазып жүреді. Сондықтан мақсат үнемі жазылып тұру керек. Айлық мақсат, жылдық мақсат. Осы жылы неге жетемін? Бір жылдың ішінде мен қандай нәрсеге жете аламын? Менің шамам қандай келеді? Мына жылы мынанша 200 000 таптым, келесі жылы уже 500 000 табам. Әр мақсат өзінің несі болу керек. Мақсатсыз ұзаққа бара алмайды адам.
Мақсат ол сіздің қай жаққа қарай жүретініңізді көрсетеді, қай жаққа қарай бағытталатыныңызды көрсетеді. Бізде көбінесе адамдар қалау мен мақсатты шатыстырады. Қалау мен мақсаттың не айырмашылығы бар? Қалау өз бойынан қалады, іс-әрекетсіз. Іс-әрекетте мәселе, иә. Іс-әрекет. Мен қалаймын, болды, қалады сол жерде. Ал мақсат ол сен істеу керексің. Мақсат іс-әрекет деген сөз. Мен кофе ішкім келеді, немесе мен кофе ішемін. Немесе мен кофе ішіп жатырмын. Мақсат сол екеуінде. Мақсат ол кофе ішіп жатқансың сен уже, ішесің. Соған қарай бара жатсың кофе ішуге. Жалпы мақсат қою барысында мысалы болмайды деген нәрселер көп болады да, мысалша. Анау болмай қалды, мынау болмай қалды деген. Бір рет не жаздық қой? Мақсатқа ұмтылатын нағыз адамдар туалетке барып жатқанмен салыстыру керек деп. Сіз егер туалетке баратын болсаңыз, сіз айтпайсыз ғой. Не үшін бұтыма жіберіп қойдым? Өйткені туалет жақ болды, басқа жерде туалет таппадым, немесе тағы бірдеңе деп. Дәл сондай болу керек өмірде де. Бизнесте дәл сондай болу керек. Не үшін тапсырманы орындамадың? Мысалы, не үшін бұтыңа жіберіп қойдың, айтпайсыз. Не үшін орындамадың? Жабық болды, не болды? Бос сөз оның бәрі. Адамға керек па? Табады адам. Керек нәрсені әрқашан табады адам. Значит, егер ол орындалмады ма, значит, саған ол керек болмады. Просто болды. Қалау мен мақсаттың айырмашылығы сол. Шатыстырмайық. Қазірден бастап, мен қалаймын 500 мың теңге емес. Менің мақсатым 500 мың теңге. 500 мың теңге жетуім керек мен. Жету үшін не істеуім керек? Шақтар. Әр қадам қандай болу керек? Анық болу керек, нақты. Басқандай. Бақытты болу деген не? Барлығымыз қараған кезде бақытты болғымыз келеді ғой. Бәрі айланып келген кезде, әйтеуір осы өмірден өміріміз тауып, әйелімізбен, семьямызбен, отбасымызбен бақытты өмір сүргіміз келеді. Ақша не үшін табасың егер бақытты болған кезде? Ал бақытты болу деген не деген сөз? Менде болса екенмен, қолымда бар екеуін алып тастаған кезде, ортада не қалады сол? Егер ортада менде болу керек, мендегі бардан слишком көп болса, ортада, онда мен бақытсызбын. Түсінікті ме айтайын деп тұрған ойым? Сіздің қалауыңызбен барам деген жеріңіз. Сіз мысалы қолыңызда қазір 100 мың теңге бар. А сіз 1 миллион долларды қалайсыз. Арасында обрыв мынандай. Сіз соған жете алмайсыз. Сіз бақытсыз. Жете алмағаннан қатты қалайсыз, бірақ оны жете алмайсыз. Бақытты болу сол. Ал ең бақытты адамдар менде бар, және мен қалайтын екеуі арасы аз болған сайын адам бақытты болады. Мысалы, не үшін дінде де айтады? Тәуба қылыңдар, тәуба етіңдер, қолдарыңда бар. Ол адамның өз бақытын жақындатады саған. А бізде жарыс, талас, сөйтіп бақытсыздықтан соған келеді. Мен бақытсызбын. Мысалы, курста аластарда қазір 500 мың деп біреулер айтты, 700 мың деп айтты, ертең қасындағылар біреулер жай ғана 200 мың жасады, ауыл даже бір 50 мың теңге жасады, біреу 300 мың жасады, ана өзі бақытты сезінеді. Анан түрі онша емес, білімі де онша емес, бірақ менен көп тапты дейді да, мысалша. Өзін біреумен салыстыра бастайды. Бақытсыз өй кезде де. А бірақ ол ойлаған жоқ кезінде, бір мен 200 мың соның өзі мысалы нормальный нәрсе да, мысалы. Біреумен көбінесе бізде салыстыру арқылы. Қойыңыздар салыстыру. Өйткені біреудің скорысы тез, біреу әлсіз. Мысалы біздің курста бірінші не 600 мың табу керек болды, мен 600 мыңға жете алмай қалдым. Жетті де, менен кішкентай 17 жастағы бір бала жетті, 5-6 бала жетті. Солардың 4-еуі қазір уже бизнестер жауып, басқа бизнес кетіп қалды мысалы да. А мен бірінші жайдан басым, қазір олардың озып кеттім. Біреулер жай болады, біреулер марафон, мысалы, спринтермен бұл жерден кросс жүгіретіне марафонистер салыстыруға болады да. Тез жүгіреді, бірақ тез шаршап қалады. А біреулер бір темпті алып алады, кете береді. Қиындыққа да қарамай, шыдамды несімен да, мысалы. А бизнесте шыдамдылық өте маңызды. Сол тәртіппен ұстанымыңыз бе? Енді ол тәртіппен просто бір түсінген қазақтар өте шыдамды екен. Өзімізше, мысалшы, қазақ менталитеті, өзіміздің тәрбиеміз соған келеді. Шыдамдылықпыз. Бұлай біз тез не емес шығармыз, мысалшы, креативный емес шығармыз басқаларға қарағанда, не емеспіз, бірақ біз шыдамдымыз. Тек қана сол жолды ұстану керек та, дұрыс жолды. Шыдаймыз, үйреніп қалған шыдамды халықпыз да өзіміздің немізден. И мен қазір өкінбеймін, бірақ басында қатты өзім жаңағыдай бақытсыз болдым да. Өйткені жаңа ғана 17 жастағы бала кондиционер сатып 1 200 000 көтерді да, мысалы, курстың барысында. А мен бокс клуб аштым да, мүмкін дұрыс емес шығар деген күмән көп келеді сол кезде ішіңе.
А қазір қарасам, наоборот, кезінде сол қиындықтарға шыдағаныма жақсы. Мысалы, өздерінің өмірлерінде байқап көрсеңдер сонда ғой. Қиналып тұрған кезде қатты қиналғың келмейді да, не деген өмір әділетсіз деп. А біраз уақыттан кейін сол жақсы болғанын көрсең, кезінде қиналғаным жақсы болған екен ғой дейсің да, мысалы. Өйткені қиындықты біз ұмытып кетеміз. Ауырғанымызда ненің бәрі ұмытылып кетеді. Ал шындығына келген кезде сендер оны түсінбейсіңдер. Қазір қиналғыларың келмейді. Өйткені ол дискомфорт. Қысыласыңдар, дене оны қаламайды. Ал біраз уақыттан кейін, кезінде қиналғаным жақсы болған екен ғой. Андай сөз бар ғой, кезінде бір кісі жақсы немесе жаман деген сияқты. Қазір қиналып жатқаным жақсы ма или жаман ба деген сияқты. Бір кісі болады, сөйтсе үйінде аты болған, жалғыз аты. Соны бағып жүрген, бір күн қашып кетті, таңертең тұрса жоқ аты. Сөйтіп ананы іздейді, мұнаны іздейді, таппайды атын. Сөйтіп көршілерге не болды, атын жоғалтса, қап, жаман болып тұғы атың, не істейміз енді. Анау әркім әрдеңе айтады дейді да. Енді қалай өмір сүресің, не істейсің? Мәселе жаман емес, қазір менің атым жоғалып, сол ғана факт болды дейді да. Жақсы жаман болады. сөйтеді да біраз күннен кейін қараса, жаңағы ат келген таңертең. Қараса қасында тағы айғыр екен да анау. 4-5 биені ертіп келген қасына да. Сөйтсе көршілер айтады дейді тағы да. Наоборот, атын қашып кеткен жақсы болыпты ғой дейді да. Әнеуін ғана жаман деп айтатқаншы. Мәселе жақсы жаман да емес. Бұл келді енді ат. Өз қасына ертіп кетті. Бұл кімдікі емес екені белгісіз дейді да. Жоқ, сен мойындасайшы, жақсы ғой, саған наоборот атың қашып кеткен жақсы болыпты ғой дейді. Сөйтеді да біраз күннен кейін жаңа баласы аттарды бағып жүріп, аттан құлап аяғын сындырып алады. Көршілер тағы келеді. Әнеуін аттан келген жаман болыпты ғой, жамандық ол. Біреуге бірдеңе бір өткі бұйырмайды дейді. Мәселе жақсы жамандық емес, артын білмейміз оның. Ол неге алып келетінін білмейміз ғой оны дейді да. Сөйтсе біраз уақыттан кейін бір соғыс басталады, жастардың бәрін соғысқа алып кетеді. Ананың баласының аяғы сынып жатыр, ананың соғысқа алып кетпейді. Сөйтіп көршілер айтады. Сенің наоборот балаң аяқ сынып қалған жақсы болыпты ғой дейді да. Сол сияқты мәселе бұл жерде жаман, жақсы да емес. Мысалы, ешкім білмейді алдымызда. Біз жай ғана пендеміз ғой, біз білмейміз алдымызда не күтіп тұрғанын. Біз кішкене қиналсақ, бір нәрсе, бір өмірімізге бір испытание жіберсе, ойлаймыз, ол жаман нәрсе екен, ол қазір неге мені қинап жатыр бұлай деп. Ал шындығында сол қиындық арқылы саған мүмкін жақсы нәрсе ұсынайын деп тұрған шығар. Біз бір нәрсені қалаймыз да, сол нәрсеге жете алмайтсақ, бала сияқты жылаймыз. Неге болмады деп. А мүмкін одан да, ол барлығымызда сондай, мысалы өмірімізде ше. Ал шындығында ол сенікі емес, сенің жолың ана жақта деп көрсетіп тұруы мүмкін да. А біз ананы қалап тұрып жылап жатырмыз да әлсіз нәрсеге. Ал шындығында бізге басқа нәрсе болып тұруы мүмкін. Сондықтан бұл жерде өмір деген сондай, білмейсің, қайсысы жақсы, қайсысы жаман. Мүмкін жұмыстан шығып кеткендерің жақсы шығар мысалы да. Жұмыс таппай жүргендерің жақсы болған шығар курсқа келу үшін мысалы. Сондықтан ол өмірде қысқасы бекерден бекер болмайды. Талап етпесең, алды қарай қимылдамасаң, не істемесең, барлығы соған келеді. Тек қана, істемеген адам ғана қателеспейді. Анада пост жазғам, кезінде жұмыстан шығып кеткеніме жақсы болып қиналсам да деп. Қарасам астында үлкен кісілердің бәрі жазып, мен де жақсы болды кезінде, жұмыстан шығып кеткенім, қиналдым басында, бірақ шығып кеткенім жақсы болды дейді. Барлығы айтады да, мысалы, басында біз де өйтіп ойлаған жоқпыз. Қазір Құдайға шүкір жұмысымыз қажет жоқ. Әнең Лаурадан да жаңағы ең көп тапқан қыздан сұрап жатыр ғой. Жұмысқа қайтып барасыз ба дейді да, ол госслужбада істеген ғой, қорларда үлкен компанияда істеген. Жоқ, бармаймын дейді да. Оған не керегі бар енді? Мына жерде қазір өзі би, өзі хан, өзі қалаған уақытында жұмысына шығады. Қанша табыс өзіне ғана байланысты, ешқандай патолог жоқ төбесінде. 100 мың теңге, 150 мың теңге деген. Жақсы еңбек етесің, көп табасың. Әлсіз еңбек етесің, аз табасың. Барлығы. Бұлай жалпы бизнесменге көп еңбек етудің қажеті жоқ екен. Баспен ойлаумен істеу керек болды. Басқалар еріншек болу керек екен вообще. Еріншек болған сайын, еріншектер басқалар жұмсауды үйренеді. Жақсы жұмсайды. Інілерің бар, достарың бар. Өз істегісі келмейді да, мүмкіндігінше біреуге беріп, сомен істету керек. Аз күшпен көп нәрсе алғысы келеді. Ол кейін өзің сүйікті нәрсеңді істесең, бір түсінген саған мотивацияны қайдан аласың деген нәрсе жоғалады екен. Вот сен сыртыңдағыға көп еңбек етіп отқан адам сияқты көрінесің да. Ал өзіңде бір жай жүрген сияқтысың. Өйткені сен сүйікті ісіңді таптың, саған уже уақыт қалай өтіп отқанын білмейсің. Өзің бір сондай кездер болды ма, болмады ма сіздерде? Зато бірдеңені істейсің, кіріп кетесің процесске сондай. Анадан ләззат алып, уақыт қанша өтіп кеткенін білмей қаласың. Ондай мысалы процестер болады осы мысалы жұмыс барысында. Соны ол адамның сондай кездер ләззат аласың неден? Жұмысыңнан. Ал сіздер
кәсіптерден сондай ләззат алу керек. Кәсіпте барлығы онда мүмкін емес. Кәсіпкердің бір плюсы жұмыс көп қой. Контекст бар, жарнама бар, басқару бар, стратегия бар, несі бар, ішінде творчество бар, барлығы бар кәсіпкерліктің ішінде. Сау болыңыз. Соның ішінен не ұнайды, соны ғана өзің таңдап аласың. Арасында не ұнайды, өзің таңдап аласың. Адамдармен сөйлесу ұнай ма? Барып келіссөздер өзің аласың да, қалған бәрін бөліп бересің. Сол саладан ғана. Ал? Бірақ барлығын, түсінік болу керек общесінде. Ол елдер алдамас үшін, жалпы жұмысшы деген ол бір салада күшті маман. Мысалда, мамандар, сенде 4-5 маман бар. Ал кәсіпкер деген әрқайсынан кішкене білетін адам ғой. Мына жерден. Сен бәрін білу міндетті емессің. Сен просто общий білесің, сол салада солай істелінетін, қалай мынаны тексеру керек екенін білесің болды. Сен маман болып жүрген кезде сен күшейесің, ал кәсіпкер болған кезде сен мына мамандығың төмен түседі. Өйткені сен осы салада дамымайсың ғой. Сен общий алған екен, сен осы салада әр салада маман емессің. Саған маман болудың да қажет жоқ даже. Кәсіпкер көп білудің де қажет жоқ. Ең басты қай жаққа жүру керек болды, соны білсе болды. Қырық жас, орта жас дағдарысы деген бар. Көбісі, мысалы, мен адамдардың өмірбаян оқыған жақсы көремін да, үлкен адамдар, мысалы, кезінде Vox Populi деген журналда 40 жастағылардың өзінен төменгілерге берген ақылы, 50 жастағылардың өзіне төмен, 50 жасқа жетіп, не қорытындыға келдің, төмендегілерге не ақыл бересің деген не бар. Рубрика болды да. Сол жерде адамдардың айтады, егер мен қазір 20 жаста болғанымда, мен битер едім деген. Ол саған таптырмас білім ол. Өйткені ананың тәжірибесі соншалық бәрін көрді да, бір 10-20 шақты адам өзінің тәжірибесін айтқанда, общий бір тенденция шығады. Мен сол жасқа дейін қазір 20 жасында болған кезімде мен битер едім деген сияқты. И соны тек қана алдап пайдалан болды. Сен жұмысың. Ал көбісі уже 40 жасқа келген кезде көбісі өкініш қатты пайда болады. Мына орта жас дағдарысы деген білесіздер ғой? Средний кризис. Адам 40 жасына келгенде ортаға келген кезде осы өмірде неге жеттім деген қорытындыға келеді. Көбісі байқайсыздар ма, 40 жасқа келген кезде семьялармен ажырасып жатқандар болады. Мысалы, менің папамның достары сондай болды. Семьяларымен ажырасып кетті, не істеп кетті. Өйткені бала деген үлкен болып қалды, өздері ақша таба алады, сені бұрынғыдай тыңдамайды. Әйелің уже бірдеңе десең, балаларын қолдайды. Мысалы да оны. Сен бұрынғыдай не істемейді, жұмысын қарасаң, соншалық бір не жетеді. Бәрі самостоятельно, сен уже бұрынғыдай керек жоқсың да балаларыңа. Еркекте сонда кризис басталады. Мына 13 жаста переходной возрастта бар ғой. Ешкім тыңдамайсың, ешкімнің сөзі ұнамайды, бәрімен ұрысқақ боласың. Сондай басталады. Ешкімге жақпайтын кез. Сол кезде адамда сондай не болады. Осы уақытқа не істедім мен? Қарасам өмірін жарысып өтіп кетті уже. Тағы қанша жыл өмір сүретін белгісіз. Өкініш болмас үшін қазірден бастау керек. Сондай жаста. Көбіміз кезінде істемедік деген өкініш болады. Уақытым болды ғой, істей алмадым ғой, не істемедім ғой деген. Сондықтан істеу керек оны. Өмір деген аптасына бір жылда 52 апта бар да, мысалы былай қарасаң. Уақыт зу өтеді де кетеді. Оны қалай не істегенін білмей қаласың. Сондықтан өмір бөліп тастаңдар. Мысалы 40-қа жету үшін, мысалы маған қазір 28-ден ба 12 жыл ғана қалыпты. 40-тағылар енді басқа үшін шығар енді. Мен өзіме бір түрлі де 12 жылдан кейін мен уже 40-қа келем. Обратно отчет санасаң сондай да мысалы. Біреуімізге 10 жыл қалды, біреуіне 5 жыл қалды мысалы. Ресурсты айтып жүріңізші, ана 40-тағылар төмендегілер ақыл айтады деген. Vox Populi-да, Vox Populi деген журнал бар ғой, интернет несінен. Populi, сол жерде, Populi, сол жерде. Рубрика есім жоқ сол. Ана жылдар ма, одан алдыңғы жыл ма? Ағылшынша Vox Populi деген. Жоқ, W емес, Vox Populi деген. Жазып бере салайын. Сіз айтып отырғаныңызбен келісемін, 40 жаста 40-қа келгенде нағашы адам Ростовға ыстып кетті, ағам. Жаңағыдай Сочиға да барады, неге де барады, үйге келіп бізді зажигать ететін. 40-тан кейін үй салды, жаңағы көлігін алды, суып қалды. Точно тура солай болды. Сондай болады да мысалы. Кейін жасың барған сайын қорқақ бола бастайсың. Жас барған сайын бірдеңеден не істеу, бірақ әйелдерге жақсы. Әйелдер батыл бола бастайды. Еркектер кішкене не төмендейді, әлсіреп қалады. Жас барған сайын. Кейін қорқақ бола бастаймыз біз. Бірдеңе істеуден алдын, мысалы, өздеріңіз білетін шығарсыздар, папаларыңызға бірдеңе кәсіп туралы айтсаң, қойшы балам қорқады.
мысалы әлі қорқады, мысалы бірдеңе істейін десең, жаңа нәрсе десең, иә сен жұмысың істеп жүре берсейші, не жұмысың бар, тыныш қана. Стабильность бізге қалайды олар, ол кісілер. Олар өйткені уже қорқады, мысалы күйеуіңіз қорқақ, сіз батылсыз. Сондықтан сондай несі болады. Кейін бір кітап бар еді, мен саған кейін жіберейінші сол кітапты. Андреа Маруа деген кісі бар, француз жазушысы. Письмо 20-летнему молодому человеку деген ба, бірдеңе деген. Андреа Маруа, өте керемет кітап. Жастарға оқысаңыздар, қазіргі таңда, егер мен сендердің жастарыңда болған не істерін барлығын айтқан, қалай дамушы едім, қай жаққа жүруші едім. Енді ана өзің күшті нәрсе ақыл аласың да, а бізге қазіргі таңда мына үлкен жастағылар мен жастардың арасында не жетіспейді. Чтобы аналар өзінің бернесе. Өйткені біздің қара, қазіргі 40 жаста 50 жастағылар ең қиын кезеңге келді. Мына 90 жылдар кризис басталады, мемлекет не істейді, мемлекетте ақша жоқ, аналар кісілердің барлығы дорба ұстап базарға кетті, а үлкен кісілердің бәрі біздегілер ішіп кетті. Ауылдың барлығы, үлкен кісілердің барлығы, мына ер кісілер сол кезде көрінді. Наоборот, мемлекеттің несіне алудың орнына әйелдер балаларын асырау үшін базарға кетті да, еркектер ішіп кетті көз, ауылда қалды бәрі. Ең қиын кезеңдер сонда болды. Ал қазір солардың несі келіп жатыр қазір бізге. Қазір солардың ақыл беретін кезі, а олар қазір ақыл қалай бере алады? Өйткені олар ең керек кезінде, білім жинайтын кезінде қиын кезеңге келді де мемлекеттің тоқырауына. Өздерін жеп, ішінен жеп, жинай алмай қалды қажетті тәжірибені. Сондықтан қазір олардан даже бірдеңе, сондықтан біз қазір жоғалған поколение болып қалайын деп тұрмыз да. Ортада бір абруй болып қалайын деп тұр. Өйткені олар ертең ата болады. Ата болғаннан кейін баласына не үйрете алады олар? Немересіне не бере алады? А бізде деген ол шал кісілер бекерден бекер емес қой. Ол кісілер не үшін сыйлаймыз? Өйткені олар ұрпақтан ұрпаққа қалдырып отыратын бір мұра. Өмірлік тәжірибесін баласына, немересіне қалдырады. А мына 90 жылдардағы кісілер кішкене қиындау болып қалады қазір. Өйткені білім жиналмады, жаңағы тәжірибе жиналмады. Көзқарас не айта алады мысалы да? Көбісі қазір шал кісілер болып жатқандар қазір бата бере алмайды. Көп ішеді мысалы да, ол несі бойынша. Ол проблема, ол несін мойындау керек о жағынан. Сондықтан бұл кішкене қиындау мәселе болайын деп тұр. Мақсатты қалай қорған дұрыс? Бағана айтқандай, барлық мақсаттарыңызға сіздер жауапсыздар. Мақсатты ала салып, оны тастай салу, ол орны бөлініп қалады оның. Мақсат не істеген екен, міндетті түрде соған қарай жол болу керек. Ана неде әдемі мотиваторлар бар ғой, ВКонтактеде. Мақсатқа қарай жүгір алмасаң жүр. Жүр алмасаң қайтап сол жаққа қарай тұр дейді. Тұра алмасаң жат. Жатпасаң қайтап жата алмасаң басың сол жаққа қарап қайтап жат дейді. Сол сияқты мақсат қарай ұмтылу керек. Мақсат міндетті түрде. Ол алынған екен, істеген екен, алдыға қойылған екен, бірден үміттенеді ол да. Өйткені сендер мақсат арқылы сигнал жібереміз біз жоғары қарай. Мен мысалы білмеймін да, мақсат қоям, алдымнан бір көмектесетін адамдар шыға береді. Соған мысалы, Балжан деген көмекші қызымыз, жеке бизнес ашам дедім, таң қалдым, інім отыр осы жерде, сол кезде ашуым керек, маған көмекші керек деймін, түстен кейін келеді, аға мен практикалық өтуім керек еді, сізде өтсем бола ма деп. Таң қаласың сондай сәттерде ше, бірдеңені ойлайсың, автомат түрде уже біраз күннен кейін саған кездесе бастайды сондай адамдар. Кейін тренингтерде мынандай бар, залда қазір іздеңдер, қызыл свет іздеңдер дейді да. Сөйтті барлығы қызыл свет іздеп шығады да, айтыңдаршы енді қызыл көп пе или көк көп пе деді. Сөйтсе барлығы қызыл көп дейді, ал енді көкті есептеп шығыңдар. Қараса көк свет көп екен да, наоборот. Адамның вниманиеміз қай жаққа, назар қай жаққа бағытталады, соны ғана көреді екенбіз біз. Қазір бизнес ашу керек деп көріп отырмыз ба? Сендер енді тек қана бизнес ашу туралы ғана көре бастайсыңдар. Мүмкіндікті көре бастайсыңдар. Немесе әйтеуір адамдарды көре бастайсыңдар, идея көре бастайсыңдар. Өйткені сендер назарларың бизнес ашуға қарап тұр қазір. Ал бізде деген егер сен мақсатың жоқ болса, әр дегенін көресің. Саған көрінбейді ол кезде. Сондықтан мақсат деген бір жаққа бағытталу керек. Мақсат қойыңдар, ол сендер адамдар алдыңнан шыға бастайды. Мақсат 2 айға қойылады, 1 жылға қойылады, 5 жылға қойылады, өмір бойы қойылады. 2 айға қоямыз мақсатты, 2 ай бойы не істейміз, қалай жүреміз, қай жаққа жүреді, қанша табамыз барлығы. Одан кейін 1 жылға қойылады мақсат, 5 жылға қойылады. 5 жылдан кейін қандай дәреже боламыз? Кейін өмірлік мақсат қою керек. Осы не бойынша жылжимыз. Келесі талаптарға жауап беру керек мақсат. Ең бірінші мақсат, мысалы мен бай болғым келеді дейді. Дұрыс емес мақсат. Қаншалықты бай болу керексің? Қанша керек саған бай болу үшін? Цифр не үшін керек?
Қанша миллион керек па? Не керек па? Қанша уақыт керек, чтобы несіне үшін? Өлшелмелі болу керек. Қанша миллион керек? Қанша мың теңге керек? Мақсатым соған болу керек. Кейін қолжетімді болу керек. Қазір тауып отқандарың жаңағыдай 100 мың, 150 мың теңге болып тұрып, сразу уже 1,5 миллион, 2 миллион есептеу өте қиын. Сразу оған ұмтылу. Реалист болу керек шынымен. Қолжетімді болу керек. 150 мың тауып жатсың ба? Хотя бы 300 мың көтерсең, жақсы. А одан асып жатсаң, керемет. Хотя бы ай сайын, чтобы мысалы 150 мың, 50 мыңнан қосып отырсаң да нормально мысалы. Өйткені сен біраз уақыттан кейін көтерілесің. Мақсат деген. Кейін уақытпен шектелу керек. Уақытпен шектелу болмаса ол болмайды. Сол мақсатқа қанша уақытта жетем? 1 айда жетем ба? 2 айда жетем ба? 3 айда жетем ба? 4 айда жетем ба? Осы талаптарға сәйкес болу керек. Отбасы, рухани денсаулық, өзіңді дамыту, саяхат, осы салалар бойынша мақсаттарыңызды жазып шығасыздар. 1 жылдың ішінде осылар бойынша қандай нәтижеге жеткім келеді мақсат бойынша.